Қарағанды облысында 7000-нан астам жұмыссыз жас бар. Ал іске қосылғалы отырған жоба осындай олқылықтың орнын толтыруға мүмкіндік беретіні сөзсіз. Сонымен қатар бұл бастама өресі биік жас буындардың арманын жүзеге асыруға септігін тигізеді. Жарқын болашаққа деген күдігін сейілтіп, үмітін үкілендіреді. Осы еңбекпен қамту органдарына хабарласып, өздерінің жұмыссыз екенін тіркелсе, бұл бізге үлкен көмек болушы еді. Жобаның негізгі мақсаты жастардың, әсіресе осал топтардың қоғамдық өміріне тартылуын ынталандыру. Бүгінгі таңда білесіздер, жұмыссыз болсын, мүгедек болсын, олар біздің қоғамымыздың мүшелері. Облыста кәсіп ашып, көл көсір пайдаға кенеліп жатқан жастарда баршылық. Егер өрендердің ұсынған жобасы қызығушылық тудырып, мемлекет тарапынан қолдау тапса, құны 1 миллион теңгенің гранты беріледі. Талабы таудай бозбалаларды талаптың тұлпарына ертоқымсыз мінгізетін теңдесі бастама еліміздің Қарағанды, Алматы және Павлодар, Оңтүстік Қазақстан облыстарында іске асырылуда. Можете привести несколько примеров подобных проектов? Жобаның мақсат межесі қандай болуы шарт? Біршама талаптарын егжей-тегжейлі екшелеп беріңізші. Здесь мы говорим, что Алдымен кез келген жобаның үдесі мемлекетпен үйлескен абзал. Бастамаларды бағамдаймыз, нарқын қараймыз, несиеге қол жеткізуге көмек көрсетеміз. Жастар еліміздің ертеңгі тірегі, қоғамның кемел келешегі. Облысымызда 304 мың жастар тұрады. Олардың жартысынан көбі қала мен аудандардағы ресурстық орталықтарда қызмет атқарады. Жастар патриоттық шаралардың бел ортасында жүріп, білек сыбана атсалысады. Қазір өңірімізде 85 үкіметтік емес ұйым жұмыс істейді. Жанбота Рахметуллаұлы, Қайрат Әлиұлы, Роман Капулов, Қазақстан Қарағанды телеарнасы.